Номер 3 зертханалық жұмыс. Тақырыбы: өсімдік бөлімдерінің балдырлар, мүктәрізділер, қырықжапырақ тәрізділер, ашық тұқымдылар мен жабық тұқымдылардың ерекше белгілерін анықтау. Жұмыс мақсаты: өсімдіктердің негізгі топтарының құрылысының ерекшеліктерін анықтау. Құрал-жабдықтар: мүктәрізділердің, қырықжапырақ тәрізділердің, ашық тұқымдылар мен жабық тұқымдылардың кеппе шөптері. Жұмыс барысы: ұсынылған өсімдіктердің әрбір бөлімдерінің кеппе өсімдігін және иллюстрацияларын қарау. Өсімдіктердің әрбір бөлімдерінің мүшелерін анықтау. Қарастырылып отырған мүшелердің құрылысының ерекшелігіне назар аудару. Жасаған бақылау негізінде кестені дәптерге сызып алып толтыру. Кесте бойынша мүктәрізділердің, қырықжапырақ тәрізділердің, ашық тұқымдылар мен жабық тұқымдылардың бөліктерінің ерекшеліктерін жазамыз. Тамырының ерекшелігі, сабағының ерекшелігі, жапырағының ерекшелігі, спорангийінің бар болса ерекшелігі, тұқымының ерекшелігі, жемісінің және гүлінің ерекшелігі. Енді жауабымызды кестемен салыстырамыз. Мүктәрізділер: тамыры болмайды, кейбірінде тамырдың қызметін ризоидтар атқарады. Сабағы: сабағы бар мүк көкек мүгі, оның сабағы бұтақтанбайды, сабағында тірек ұлпасы бар. Сабақтың ортасында қарапайым өткізгіш шоқ орналасқан. Жапырағы: кейбір түрлерінің денесі жапырақ пен сабаққа бөлінбейді. Басым көпшілігінің жапырағы болады. Жапырақ жасушаларында хлорофилл дәндері бар. Жапырақтар арқылы ауадан көмір қышқыл газын сіңіреді. Соның нәтижесінде олардың хлоропласттарында фотосинтез үдерісі жүріп, ағзалық зат түзіледі. Спорангий: мүктердің арасында денесі тек спорангийі бар жасыл пластинадан тұратын қарапайым формалары да кездеседі. Спорангий көбею қызметін атқаратын қауашақ. Ұрықтанған жұмыртқа жасушасынан қауашақ жетіледі. Қауашақтың ішінде споралар дамиды. Спора екі қабықшадан тұратын жасуша. Жыныссыз көбеюі осы споралардан басталады. Демек, мүктәрізділер споралы өсімдіктер. Сол себепті оларда тұқым, жеміс, гүл түзілмейді. Келесі өсімдігіміз қырықжапырақ тәрізділер. Тамыр сабақты өсімдіктер. Тамыр сабақтарынан төмен қарай қосалқы тамырлары, ал жоғары қарай жапырақтар өседі. Біздің еліміздегі шөптекті қырықжапырақтардың жер асты тамыр сабағы жақсы дамыған. Сондықтан тамыр сабағын қысқарған сабақ деп атайды. Жапырақтары өте баяу өседі, екі түрлі қызмет атқарады. Бірінші, фотосинтезге қатысады, екінші, споралар түзеді. Қырықжапырақ деген атау жапырақ тақтасының қауырсын тәрізді көптеген тілімдерінің болуына негізделген. Спорангий: жапырақтарының астында сорус деп аталатын төмпешіктер болады. Ол спорангийлер жиынтығы. Спорангий споралар дамып жетілетін орын. Пісіп жетілген споралар спорангий қабықшаларының жыртылуы нәтижесінде жерге шашылады. Одан споралар өніп, өскіншелер береді. Тұқым, жеміс, гүл қырықжапырақ тәрізділерде түзілмейді. Келесі ашық тұқымдылар. Тамыры кіндік тамыр, одан жанама тамырлар тарайды. Ұзын жанама тамырлар өте ұсақ тамыршаларға тарамдалады. Тамыры мықты, тереңге кетеді. Сабағы дың деп аталады. Діңнің қабығы, сүрегі және нашар білінетін өзегі болады. Жапырақтары ине тәрізді жіңішке. Спорангий болмайды.
тұқымы эволюциялық даму барысында алғашқы тұқымды өсімдіктер, яғни көбею мүшесі ретінде алғаш тұқым пайда болды. Бұл өсімдіктерде жеміс түзілмейді және гүлі болмайды. Келесі топ жабық тұқымды өсімдіктер. Дара жарнақтылар класында шашақ тамыр жүйесі болады, ал қос жарнақтыларда кіндік тамыр жүйесі. Сабағы тірек ұлпасына байланысты әртүрлі, тік сабақ, жатаған сабақ, шырмалғыш сабақ және тағы басқа түрлері бар. Жапырағы пішіні және жекелену бойынша әртүрлі болады. Дара жарнақтылардың жапырағы ешқашан күрделі болмайды, яғни бір жапырақ тек бір жапырақ тақтасынан тұрады. Мысалы, жүгері, бидай, қызғалдақ жапырақтары. Ал қос жарнақтылардың жапырақтары жай және күрделі болып бөлінеді. Споранги болмайды. Барлық жабық тұқымдылар тұқым жарнағының санына сай дара жарнақты және қос жарнақты болып бөлінеді. Қос жарнақтылардың тұқымының құрылысы қабығы, екі жарнағы және ұрығы болады. Ал дара жарнақтылардың тұқымында қабық, бір жарғақ, эндосперм және ұрық болады. Жеміс. Бұл тұқым жетілетін өсімдік бөлімі. Жемістің түзілуіне гүлдің бөліктері қатысады. Барлық гүлді өсімдіктердің жемістері шырынды және құрғақ болып бөлінеді. Негізгі көбею мүшесі гүл. Сондықтан оларды гүлді өсімдіктер деп те атайды. Гүлдер бір-бірінен мөлшері, пішіні, түсі және құрылысы бойынша ерекшеленеді. Енді осы алынған ақпарат негізінде қорытынды жазамыз.